Жақсы, орындарыңызға отыра қойыңыздар балалар. Ал балалар, бүгін біз сынып сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі сынып ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы «Мен өз елімнің патриотымын». Бүгінгі тәрбие сағатымызды елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен бастағым келді. Егер де өз еліңді сүйсең, жеріңді сүйсең, өз еңбегіңді, барлық күш қайрат жігеріңді отанның көркеюіне жұмса дейді. Балалар, біз өз еліміздің патриоты болу керекпіз. Біз өзіміздің еліміздің дамығанына өз үлесімізді қосу керекпіз. Және де өз рәміздерімізді біліп, қастерлеу керекпіз, құрметтеу керекпіз. Енді рәміздерге тоқталып өтейік. Біздің рәміздерді кім атап береді? Қандай рәміз? Айта қойшы. Ту, елтаңба, әнұран. Жақсы азаматсыз. Тудың авторы бізде кім? Ерасыл, айта қойшы. Шәкен Ниязбеков. Шәкен Ниязбеков, жақсы азаматсыз. Елтаңбамыздың авторы кім? Азаматсың. Ал әнұранымыздың авторы кім айтады? Нәжмеденов. Шәмші Қалдаяқов, Нұрсұлтан Назарбаев. Азаматсыз, өте жақсы, отыра қойыңыздар. Балалар, біз рәміздерімізді біледі екенбіз, авторлар жүреді екенбіз, азаматсыздар балалар. Әрқашанда өзіміздің рәміздерімізді білу керекпіз және құрметтеу керекпіз. Қазіргі біздің президент айтпақшы, біздің болашағымыз жастар дейді, білімді жастар. Біз қандай болу керекпіз? Білімді, ақылды, дамыған елдің болашақ ұрпақтары білімді, ақылды болу керек. Қазір біздің президентіміздің аты кім бізде? Амелия? Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Азамат, өте жақсы. Ал енді балалар, міне біз өз елімнің патриот дегеніміз кім? Балалар, бүгін біздің сабағымыздың мақсаты отанды сүюге, құрметтеуге, қастерлеуге, өз елдің тегін тарихын білуге тәрбиелеу екен. Яғни біз патриотты адам өзінің тарихын білу керек екен, балалар. Патриотты адам дегеніміз балалар, патриот дегеніміз ол отаншыл, отан сүйгіш деген. Азаматсыздар балалар. Өте жақсы. Ондай болатын болса, балалар, қазір Бауыржан Момышұлының сөзімен айтқым келіп тұр балалар. Бауыржан Момышұлы бізге нағыз патриот адам дейді, өзінің бүгінін білетін, өткен тарихын білетін, және де болашағымен ұштастыратын адамды нағыз патриот деп айтқан екен. Нағыз патриот өзінің тарихын білу керек екен. Сол бойынша балалар, сіздерге қазір топтық жұмыс алдарыңызда, сіздерге өзіңіздің қазақ хандығы қалай құрылды, соны өздеріңіз алдарыңызға дайын тұрған сол макетін құрастырып қорғайсыздар. Сіздер отан алдындағы борышты жазасыздар. Барлықтарыңыз топтық жұмыс бірге, топтық жұмыс жасаңыздар. Сіздерге мен отанға қандай пайда келтіре аламын? Кім боламын өскенде? Түсінікті ма? Қалай елдің атағын шығарамын? Суреттерді қолдансаңыздар болады. Топтық жұмыс құрып жұмыс істей қойыңыздар. Ал енді барлығымыз бірге топта жұмыс жасаймыз, топта жұмыс жасаймыз. Бір-бірден барлықтарымыз. Жасаймыз, барлықтарымыз бір-бір жасаймыз. Жақында. Абелмансыз, сен де жақында. Ұзайды тұрып келсең.
қорғау. Отанды қорғау дейді. Ары қарай, Мирас. Қоқысты тастамау. Қандай дейсің? Қоқысты тастамау. Қоқысты тастамау дейді. Сезім. Ананың тілін Қайтадан айтшы. Ананың тілін Ананың тілін алу дейді. Ары қарай, Райымбек. Ата-ананы құрметтеу. Құрметтеу, азаматтың жаны не дейді? Отанды сүю дейді. Сәтті, отан алдындағы борышымыз қандай борыш ол бізде? Айта ғой. Борышты сүю. Жақсы, отанды сүю. Әмірзада? Ана тілін білу. Ана тілін білу дейді. Азаматсыздар, дұрыс па балалар? Отан алдымыздағы борыш. Жақсы азаматсыздар. Бағалайықшы, үш апалатпен. Топ. Екінші топ, дайындалыңыздар. Мына жердегі тақтадағының бәрін айтып шықты. Туған жерді құрметтеу, ата-ананы құрметтеу дейді, сыйлау дейді, иә? Жақсы. Екеуіңіз ұстап тұрыңыздар. Нұрәли, Нұрым, кел бастаңыздар. Тұрыңыздар, тұр орындарыңыздан тұр. Ұстап тұр. Екі жағын Нұрбек. Ұстап тұр. Нұрәли баста екеуің. Әбілқайырдың жөнінде Жәнібек сұлтан болған. Бірақ Әбілқайыр өзінің адамның қазақтарынан көп сауақты жинайтын. Бұған болып Жәнібек пен Керей сұлтандар өзімен бір бөлек қазақтарды алып келді. Дауыстап, Нұрәли дауысың естілмейді. Ары бері жалғастырамын. Сосын Керей мен Жәнібек хандар бөлініп кетіп, Есенбұға ханға барады. Есенбұға Керей мен Жәнібек хандарға шу мен талас өзендерінің ортасына береді. Жер береді екен. Тыңдаймыз балалар. Ары қарай. Сосын сол жерде Керей мен Жәнібек сұлтан өзінің қазақ хандығын бастап, Әбілқайырдың билеген жерін басып алады. Яғни территорияны не істеп кеткен? Яғни ары қарай айта ғой. Біздің қазақ хандығын қай хандар құрды? Қай сұлтандар? Дауыстап айтшы. Жақсы. Қазақ хандығы, иә? Тарих туралы не айтасыздар топ жұмысы бойынша? Әр азамат өзін тарихын білу керек. Әр азамат өз тарихын білу керек дейді. Жақсы. Аталарымыз жерді қорғаған. Жақсы. Анелі. Керей Жәнібек Есенбұға ханға барады. Есенбұға оларға шу мен талас өзендерінің ортасына Жер беріп, сол жерге жер бөліп қазақ хандығын құрады. жақсы. Әбілмансыр. Ата бабаларымыз бізді ойлады. Бізді ойлады. Жақсы. Балалар, осы топты бағалайықшы. Өте жақсы. Тарихта біздің қай сұлтандар құрғанын барлығын бізге жақсылап қорғап азаматсыздар. Енді үшінші топ дайындалыңыздар. Үшінші топ. Тұра қойыңыздар. Үшінші топ. Сіздерге берілген тақырып Қазақстанды болашақта кім боласың және Қазақстанның атын қалай шығарасыңдар. Танымал болу. Тұрамыз. Қазір бәрін жауап береміз, е? Дауысына. Қазақстан Боксшысы. Өскенде кім болғың келеді? өскенде ол сияқты болғым келеді. Атақты, иә? Біз Геннадий Головкиннің патриот екенін қайдан білеміз? Шапан Қазақ шапанын киіп шығады, иә? Жақсы азаматсыздар. Ары қарай. Айыру. Мынау Шымкенттегі Шетелдегі студенттері Қазақстанға көшіп келеді де, сол жерде астында Қазақстанға бізге тіл үйретеді, иә? Жақсы азамат. Сіз де сондай боласыз, кейін. Жақсы азамат. Даниял. Бұл көліктен қоқыс тастап жатыр. Олай тастауға болмайды. Неге? Өйткені ол біздің әлемді бастайды. Жақсы. Өскенде кім боласыз сонда? Қандай пайда келтіресіз Қазақстанға? Қоқысты жинаудың? Қоқыстың жинаудың басшысы болам дейді. Азаматсың, өте жақсы. Айғаным ары қарай. Айта ғой. бұл
биши болам, Қазақстанның атын шығарам дейді. Өте жақсы. Мен өскенде құрылысшы болдым. Болашақта мен мынандай үй Осындай үй салам дейді. Бұл өте жақсы. Дамыған үй екен. Бағалап қояйықшы балалар. Рахмет балалар. Қазақстанға бұндай болу үшін, атақты болу үшін балалар не істеу керек балалар? Қазақстанды дамыту үшін не істеу керек? Жақсы оқу керек. Білімді болу керек, жақсы. Қандай болу керек тағы да? Ақылды, жақсы азаматсыздар. Өте жақсы. Анелия, тағы қандай болу керек? Жақсы азаматсыздар. Өте жақсы қорғадыңыздар. Тарих толқынында біз қалай қазақ хандығы құрылып, біз өзіміздің тарихымызға шолу жасадық, иә? Қолымызды қояйық балалар, түп денемізді ұстайық, иә? Енді қараңыздар, мына видеоны қарап алайықшы. Біздің тарих толқынымызда көптеген билеушілер болды, хандар болды, иә? Біздің 3 биіміз болды, иә? Сол 3 бидің біреуі Төле би екен балалар. Сол туралы және де басқа тұлғалар туралы отанды сүю деген тақырыпта амандығын сақтау үшін, осы отанды аман сақтау үшін екі бірдей баласын ол соңғайшыға кепілдікке 15 жылға жалпы отанды сүю деген оп-оңай сөз сияқты қой. Бірақ осыны әлде біз қазір түсінбеген тастайық. Қойдағы жыраулардың алаңды жоқ, кіндігін кескен жоқ, кір оңды жуған жоқ деген сөзді қарасақ. Бұл ойлап көріңіздерші, мынау тағы қанша батырлардың, хандардың, билердің тер төгілді осы деген жалған. Қанша хандардың еңбегі сіңді, қанша хандардың қарсы жер үшін қанын төгіп, тұтам жер үшін жанын беріп, кезінде сауық батырлар арқасынан найза қадалған кезде, сонда артына қарап тұрып, кейінгі ұрпақтар солар үшін біз жанымыз қиып жатқанымызды ермеген деп. Бұл жай бір қызыл сөз үшін айтылып жатқан әңгіме емес, бірақ қазіргі заманда заңы басқа, қоғамы басқа, қайраны басқа заманда отанды сүю қалай болуы тиіс. Меніңше, әр саланың адамы, дәрігер болсын, оқушы болсын, кеденші болсын, қай істе болса да өзінің ісін жанымен, тәнімен, осы аяғының астында отанның қадірін біле отырып жасаса, отанды сүю иманнан сөйлеген шығар. Дұрыс айтып бекен, отанды сүю ол адамның өз ішіндегі сезімі, патриоттық сезім. Ол жаңағы жұмыс істесе, өзінің еліне үлес қосса, айлық үшін емес, ол өзінің отаны үшін, отанның дамығаны үшін жұмыс істеу керек екен, иә? Балалар, жақсы, азаматсыздар. Ал енді ортада тағы да топтық жұмыс. Капот жаңағы несі арқылы, батырмасы арқылы біз топтық жұмыс жасайық. Дайындаңыздар, кіреміз қазір. Мына жердегі пин-кодты жазасыздар да, ішіне кіріп топтың атын жазыңыздар. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Топтық жұмыс болғаннан кейін барлығымыз қатысамыз, жарайды ма? Топтық жұмыс болғаннан кейін барлығымыз қатысамыз. Мақал мәтелдің жалғасын табу, отан туралы. Түсінікті ма? Жақсы, бастады. Мақалдың жалғасын табу. Уақыт кетті. Қазір біріншіге назар аударыңыздар. Туған жерде жер болмас, туған жерде ел болмас дейді, таңдап қойдыңыздар деген үміттемін. Жақсы. Топтың алған балл көрсеткіші, ер елінде өз елінің бәрінен де жақсы деп енемен құшынғандай өз елінің бұлағы бір жерінде дейді. Жақсы таңдап қойдыңыздар, азаматсыздар. Бұл жерде тағы да біздің алған жинаған балдарымыз, үшінші мақал. Отансыз адам. Сіздер таңдаңыздар көріңіздер. Әдетті бала, ормансыз бұлбұл дейді. Дұрыс жауап. Жақсы. Ары қарай кеттік. Сіздер ертерек таңдап қою керексіздер. Жақсы. Келесі мақал. Келесі мақал. Отанын сатқан, оқымас дейді, тозбас, жүрмейді, оңбас дейді. Таңдаңыздар, дұрыс жауап. Оңбас дейді. Отанын сатқан оңбас екен, дұрыс жауабы. Жақсы. Ары қарай.
Келесі. Басқа елде ұлтан болғанша, өз елінде сұлтан бол деген қояндыққан сөздереді. Өз елінде ұлтан бол деген дұрыс шығып кеткен. Мақал енді жақсы қорытынды шығып жатыр бізде. Үшінші топ 4542 ұпай, екінші топ 4566 ұпай, бірінші топ 4792 ұпай. Бізден қай топ жеңді? Екінші топ жеңді, иә? Екінші топ бірінші орын алды. Азаматсыздар. Болды. Енді орнымызға отырамыз. Топтық жұмысқа. Өте жақсы балалар. Мақалын жақсы білгенсіздер. Сіздерге мына құрмет қошемет көрсетіп жатыр, иә? Жақсы азаматсыздар. Отыра қойыңыздар. Ал енді балалар сегіз балашы. Мына сергіту сәтінде біз қазір біздің отанымыз қандай? Біздің отанымыз алдында борышымыз. Біз отанымызға қандай үлес қосамыз? Түсінікті? Бастаңыздар. Бірінші топ бастайды. Мына жүкті біз аламыз да, басын ашамыз. Не балалар? Бұл жүкті ашамыз да, бір-бірімізге береміз. Айтамыз, біздің Қазақстанымыз қандай? Бір-біріне беріп шығыңыз. Әдемі дейді. Тыңдайсыз. Анау басқаша қарау керек еді. Ары қарай жібер. Мына ары қарай. Жақсы, ары қарай. Біздің Қазақстанымыз патриот. Патриотты дейді, жақсы. Көркем дейді, жақсы. Біздің Қазақстанымыз Ең күшті, жақсы, ары қарай. Жақсы, бере ғой бер. Жақсы, сәттіге бер, сәтті. Біздің Қазақстанымыз. Жақсы, азаматсыздар. Бастайыңыздар. Отан алдындағы борыш. Біз қандай болуымыз керек? Біз әдепті болу керекпіз дейді. Біз қандай болу керекпіз? Бақытты дейді. Ары қарай. Біз қандай болу керекпіз? Тәрбиелі, жақсы, ары қарай. Жақсы. Біз қандай болу керекпіз? Біздің Қазақстан қандай көркем, жақсы, ары қарай. Ақылды болуымыз керек. Біздің Қазақстанымыз мықты. Мықты, жақсы. Біздің Қазақстанымыз өте жақсы. Өте жақсы. Біздің Қазақстанымыз ең әдемі. Жақсы. Азаматсыз, бастаңыздар сіздер. Патриотты дейді, жақсы. Тәуелсіз дейді, жақсы. Жақсы, азаматсыз, тағы. Сіздер ұстап тұрыңыздар. Тыңдаңыздар. Жақсы, азаматсыз. Қазақстан басқаларға қарағанда ең әдемі. Жақсы, азаматсыз, ең әдемі дейді. Азаматсыздар. Балалар, енді осы жүкті қараңыздаршы, балалар. Бізді не істеді? Біріктірді. Я барлығымызды осы жүк біріктірді. Осы жүк бізді біріктірген сияқты біздің бірлігіміз әрқашан жарасқан болу керек екен, балалар. Біздің бірлігіміз әрқашанда жарасқан болса, біз алда дамыған елдердің қатарына қосыламыз. Алда тұратын мемлекеттердің бірі боламыз, е? Бізде мақал бар. Саусақ ажыраса қылдырып, жұмылса жұдырық дейді. Біз жұмылған жұдырықтай бірге болсақ, барлық жетістіктерге жетеміз бірге, е? Жақсы, азаматсыздар, бере қойыңыздар. Әзір енді бізде, балалар, бер жинап қоя сал, ортаға қоя салыңыздар, е, балалар? Бізде сергіту сәті аяқталды. Енді қорытындылайыншы, балалар, бүгінгі сабағымызды. Бізде орын деген жаңағы қосымша арқылы бүгінгі тақырыбымызды балалар қорытындылайық, иә? Әкеле қой. Ортаға жинап қоя сал. Шыға қой. Нұрым, шыға қойшы. Айналдыра қойшы жаңағы нені. Енді мынаны үлкен қылып аламыз, е? Айналдыра қой. Бізде бұл жерде бүгінгі қорытынды сұрақтар берілген. Мұқият қарап отырамыз. Нұрым жауап бере алмаса, сіздер жауап бересіздер. Ақын жылауға мен билерді татулыққа, ерін
жазылған өлең журналы шешендік сөздері адамның бойына патриоттық сезім қалыптастырады ма? Қалыптастырады екен? Иә. Ақын жырлар бізге не деп жырлайды? Дұрыс айтасыңдар балалар. Өздерінің елімен, елі туралы, туған жері туралы, татулыққа шақырады, елін сүюге шақырады. Азаматсыздар, отыра ғой. Келесі аяша ғой. Алып тастаймыз бұл сұрақты. Келесі сұрақты. Патриот деген сөзді қалай түсінесіз? Патриот деген қалай түсінесіз? Патриот деген сөз өзің ғана ойламайтын барлық басқа адамдарды және болашақты және өткен шақты ойлайтын адам. Дұрыс, өзінің тарихын білетін, болашақты ойлайтын адам. Жақсы азамат, отыра қойыңыз. Так, енді Нұрәлі келе ғой. Айналдырады. Сіздете ғой, одан. Нағыз патриот адам қандай болу керек? Өзінің болашағын, қазіргі күнін, өзінің тарихын білетін адам болу керек. Азамат, отыра ғой, өзінің тарихын білетін адам болу керек дейді. Жақсы, Дәне, құралай шабышы. Алып тастаймыз, айналдыра ғой. Сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар, балалар. Бізге ақылды бараба таңдап береді, Патриоттық сезім белгілі бір уақытқа ізгілікке бөлінбейтін айырмашылық. Мен қараңызшы, патриоттық сезім белгілі бір уақытқа, кезеңге бөлінбейді. Алайда спортшылар алтыннан алқа тағып, көк туымыз желбіреп, әнұранымыз айтылғанда неге көзімізге еріксіз жас келеді? Біздің адамымыз Біз қазақ болғандық, біздің спортшыларымыз чемпион дұрыс, жеңгенде әнұран ойнайды. Біз оның біздің отандасымыз үшін мақтан тұтамыз да көзімізге жас келеді. Қуанамыз, жас азамат. Анеля, келе ғой. Келесіне шығамыз. Келесі де бар бізде. Осы 21-ші ғасырда ерлік жасауға болады ма? Оны қалай түсінесіздер? Осы 21-ші ғасырда ерлік жасауға бола ма? Оны қалай түсінесіздер? Біз қоқыс тастамауымыз Дұрыс. Бізді жолмаймыз, ағаштар бұтақтарын сындырмаймыз. Жақсы. Азамат, тағы алып қосарларыңыз бар ма? Қандай ерлік жасай аламыз 21-ші ғасырда? Қазір біз. Дәстүрді біз Дұрыс, дәстүрді біз отыра ғой. Жақсы. Сонымен патриот адам отанын сүю керек екен, мемлекеттің көркеюіне үлес қосу керек екен, қаласын таза ұстау керек екен, мәдениетін білу керек екен, отбасын сыйлау, ата-анасын тыңдау керек екен, туған жерге деген өзінің махаббатын әрқашанда тыну керек екен, табиғатын қастерлеу керек екен, патриот адам сондай болу керек екен. Ал енді әрқайсыңыз бір тудан ала қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың қорытындысы ретінде біз өлеңмен аяқтайық, балалар. Барлықтарына жетті ма? Бәріне жетті ғой, жақсы, бәріне бар ма? Ал енді бастайық.
мен саған